Қарап отырсаң, туысқанына көмектескеннен кедей болған адам жоқ. Ол өзі солай ойлауы мүмкін, бірақ туысқанына көмектескеннен пенде кедей болмайды екен да. Байқайсыздар ма? Құдықты қазасың ғой. Сол құдықтың суын алсаң, қанша алсаң, сонша көбейе береді да. Құдықтың суын қанша пайдалансаң, сонша келеді ар жағынан. Бұл адамның ырысқы несібесі деген сондай, адамдарға қанша жақсылық қылсаң, сонша оның орны толып отырады екен да. 20 мен 30-дың ортасында студент кезінде мәселен 50 теңге садақа беріп, туысқандарына, досына, немесе бір компотты төлей сап, пирожкиін төлей сап бар ғой, бір 30 теңге, немесе бір 50 теңге жәрдем жасай алмаған адам, ертең байып кеткен кезде 50 мың теңге бере алмайды. Байып кеткен кезде 50 мың теңге көмек беріп атқан адамды зерттесең, ол жоқ кезінде де 50 теңге, 30 теңге жұмсай алатын адам болғанда, негізі. Адам жақсылықты барлық пен байлықтан жұмсамайды, пейілінің кеңдігінен жұмсайды. Не деген байлар бар, саусағының ортасы ашылмайтын. Не деген Қадыр Мырзалиев ағамыз айтпақшы, соңға атын мінгізіп жіберетін кедей жомарттар бар да. Сондықтан мынау 20 мен 30-дың ортасы, бұл жай ғана білім жинайтын, немесе тек қана бір жастық шақты рахаттанып қызыл жасыл қылып өткізетін уақыт емес. Бұл тұлға болып қалыптасуға негіз қалайтын уақыт екен да. Міне, болар бала дейді, әлгі қошқар болар қозының маңдай жағы дөңгелер дейді ғой. Сол сияқты ертең ел басқаратын, немесе ертең ағайын туысына тұтқа болатын адамдар осы университет қабырғасында жүргенде басталады екен да. Осы кезде қамқор болып, қасындағы адамға ауырып қалса дәрісін көмектесіп, бір қиналып қалса барып көңіл айтып, уайымдап қалса оның көңілін туралауға тырысқан адам аз уақыттан кейін көз алдыңда тұлға болып өсіп кетеді. Енді студент кезінде қойшы, для себя живу, мен сол үшін жүрмін ба, немесе ода өмір бақи ол тарыла береді. Біреуге көмектеспесең, ертең біреулер саған көмектеспейді да. Сондықтан бұл нағыз тұлға болып қалыптасатын кезең осы кезең.